әтеш. Ертеде бір кемпір мен шал құс дегенде асырап отырған екі әтеші болған екен. Қолдарына түскен жемдерін соларға беріп, бағып қағады екен. Бір күні кемпір құстарына жем шашады. Қарындары ашқан әтештер дүрсе қоя береді. Әрқашан бірге жүрген досынан Шұбар әтеш жемді қызғанып шекесінен қойып қалады. Шіркін, мынаның бәрін жалғыз өзім жеп, тыңқиып бір тойсам-ау дейді. Сөйтеді де Шұбар әтеш қасындағы Сұр әтешті қайта шұқып жем жегізбей мазасын алады. Сұр әтеш бір рет елемегендей болады, екінші рет абайламағандай болады. Тіпті қоймаған соң ақырында ызаланып ол да Шұбар әтешті шұқып алады. Сөйтіп содан соң екі әтеш жүндері үрпиіп, бірімен бірі төбелеске кетеді. Екеуінің де үстері басы жұлым болады. Бұлар өстіп қызыл шеке болып жатқанда көршінің қоңыр тауығы балапандарымен келіп, жемді түгін қалдырмай жеп кетеді екен.